Асаубай Көкшетаудағы бір даудан қайтып келе жатып, кешқұрым Толтан деген байдың үйіне қонуға түседі. Келген қонақтарды аса жақтырмаған Толтанбай қойшысын мал әкелуге жұмсайды. Қойшысы болса бір арық тоқтыны алып келіп, бата сұрайды. Сол кезде Асаубай, япырай, мына тоқты ембеген бе, емсе де енесі сүт бермеген бе, қой келіп қозы ұлақ жамырарда немесе өз енесін таппаған ба, болмаса қатын сауып қақтаған ба, ала жаздай қонаққа соймай жүріп, Толтанбай бізге әдей сақтаған ба дейді. Сонда Толтанбай ұялып, кешірім сұрап, қойшысына тойға сақтап отырған тұсақтың ең семізін алып келіп, сой деп бұйырады. Сол күні қой сойылып, арқа-жарқа әңгіме айтылады. Осылайша Асаубай Толтанбайды да ұялтып, құдайы қонақтың мәртебесіне сай құрметке ие болған екен. Асаубай қартайған шағында шөгіп жатып қалыпты. Оның жағдайын білуге бір туысы келеді. Сонда Асаубай, бұл күнде кісі күтер ниетім жоқ, келгенге қарайтұғын бетім де жоқ, қажетім болмай тұр ғой, осы күні ақ молайған кезінде қайта бір соқ деген екен. Сонда ағайыны баласынан бір тай беріп жіберген екен. Яғни кешегі кезеңде әлеуметтік жағдайы төмен, келетін қонаққа қарауға мүмкінді болмаған кісілер осылай жағдайын айтқан сәтте, оның халын білгендер қайырылып, жағдайын жасап, қажетін қамдаған екен. Бұл да сөзге тоқтағандықтың, сөзді түсінгендіктің, сөзді бағалағандығының бір көрінісі еді.